13-ші сұрақ. Марафон 42 километр құрайды. Егер спортшы тұрақты 14 км сағатына жылдамдықпен жүгірсе, онда жартылай марафонды жүгіріп өту үшін қанша уақыт кетеді? Мына жақта жартылай марафон дегеніміз, ол егер барлығы 42 км болса, ол марафон. Жартылай марафон, оны 2-ке бөлгенде 21 км шығатын, ол жартылай марафон деп аталады. Енді осындай арақашықтықты, осындай 14 км сағатына жылдамдықпен қандай уақытта жүріп өтетінін табу үшін 21-ді арақашықтықты бөлу керекпіз 14-ке, ол жылдамдығымыз. Сонда қараңыз, арақашықтық ол жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісі болса, уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлу керекпіз. Сонда мына жерде бөлгенде шығады 1,5 сағат кетеді. Ол біздің уақытымыз. 1,5 сағат. Неге сағат? Өткен мына жерде километр, ана жерде километр сағатына. Арақашықтықты километрді километр сағатқа бөлгенде бізде уақыт сағатпен шығады. Енді 1,5 сағат дегеніміз, оны сағат пен минутқа бөлейік. 1 сағатта негізі 60 минут бар. 1 сағат ол бізде 60 минут. Сонда 1,5 сағат дегеніміз, ол бізде 90 минут. Немесе ол 1 сағат және 30 минут. Неге 90 минут шықты? Мен 60-қа көбейттім. Одан кейін 60 минутты сағатқа аударамды. Ол шығады 1 сағат және 30 минут. Болды. 1 сағат 30 минут жауаптардың ішінен С жауабында берілген. С жауабы дұрыс.